Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен безенің біраз құпияларымен бөлісейін. Бұған дейін біраз рецепт жасап көрдім. Ең күшті рецепті сіздерге ұсынамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай астына су қайнатып, үстіне ыдыс қойып, жұмыртқаның ағын салып, одан соң үстіне құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бұл жерде құмшекеріміз еру керек. Көп қозғаудың керегі жоқ. Кейін қолымызбен ұстап көріп, осылай еріген, ермеген тексереміз. Ерігеннен соң бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Осылай аппақ болып көпіруі керек. Және ыдысымыз төңкергенде ақпауы керек. Енді үстінен бір ас қасық кукурузный крахмал, жүгері крахмалы, 2 ас қасық қант ұнтағын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде безелердің ең күшті шығатынның себебі біздің ыдыстарымыз құп-құрғақ болу керек. Венчигіміз бен ыдысымыз ешқандай май, су, еш нәрсе болмау керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай формасын шығарып, безелерді орналастырып шығамыз. Екінші жартысын розовый цветте істедім. Кішкене ғана, көп емес, аз ғана краска араластырып, оны да пергамент бумагасының үстіне орналастырып шығамыз. Және пергамент бумагасының үстіне ешқандай май, еш нәрсе жағуға болмайды. 70 градуста 4-5 сағат кептіреміз. Егер конвекция бар болса, 2-3 сағатта кебеді. Менің пешім әсел пеш болғандықтан, ортасы құп-құрғақ болу үшін ұзақ ұстадым. Сондықтан әркім өз пешіне қарайды. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Ешқандай формасын жоғалтқан жоқ. Торттың бетін әсемдегенге өте таптырмас дүние. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін осы рецептпен. Ортасы да құп-құрғақ, қып-қытырлақ болып шықты. Барлығыңызға сәттілік.